Бұл нағыз жаратушы лағнеттеген, әбден лағнеттеп ұрпағыңа, үрім бұтағыңа дейін оңбай кет деген лағнет түскен қауым. Еркегің алқаш болып құрысын, қатының зинақор жезөкші болсын деп, жаратушы лағнет деп тастаған қауым екендігі осыдан білініп тұр. Бұл халықтың бойында, мына Америкада жүргеннің өзінде лағнеттің белгілері тұр. Мына жерге келіп, аш жалаңаш келген Африкан қара зеңгі жаратушының осыншама берген нығметіне разы болып, өзінің аяқ Америкаға жеткеніне разы болып, қуанып жүретін жер мынау. Неге? Африкада аш жүрген, жалаңаш жүрген, дәрі емделу қиын жүрген, мына жерде емделу тегін. Сақтандыру алсаң тегін. Жұмыссыз болсаң да тегін. Шетелдік турист болсаң да тегін. Қара жұмыс істе, бір супермаркетте заттасы $3000. Міне. Үй жалда. Бойдақ болсаң кісімен бірігіп жалда. Не бір бөлме, бір ғана бөлме жалда. Ал бала шағалы болсаң $1500-2000 Нью-Йорктан қатқан үй аласың. $1500-2000. Сенің тапқан табысың жалдаған үйіңді, ішкен тамағыңды, жүрген жолыңда, ішетін сыраңды, ойын күлкіңді бәрін көтеріп кетеді. Жаңа Африканың қара зеңгісі келіп те мына жерге Құдай не деген беріп тастаған. Тау десең тау, теңіз десең теңіз, мұхит десең мұхит, 4 маусым десең 4 маусым, жайлым десең жайлым, су десең су, көл десең көл, адам десең адам беріп тастапты ғой дейді. Заң, құқың қорғалып отыр. Ақсың ба, қарасың ба, көксің ба, сарысың ба демейді. Медицина ол тұр. Бір адам өмір сүруге тиісті бәрі. Сен тіпті Африканың қара зеңгісінің тайпасы бір орманның ішінде 10.000 адам сөйлейтін тайпаның мүшесі болсаң, сен сол тайпаның тілінде маған аудармашы керек десең, өкімет тауып беруге міндетті болады. Істі болсаң, сотты болсаң, мен ағылшынша білмеймін, сол тайпаның тілінде сөйлеймін, маған сол тайпамен ағылшынша аудармашы керек десең, сот соны тауып келуге міндетті болады. Қазақстандағы сияқты орысшаны міндеттеп, орыс тілін білмесең, екінші сортты халық қылып, сөйтіп, кемсітіп, өз жерінде өз тілін қорланып, балаңды қазақ тілінде класста орындық жоқ деп, орыс тіліне қоса салып, жоқ бұл жерде. Сен өзің білесің. Сен мына жерде балабақшаға балаңды берейін десең, орын жоқ деп қаңғытып жіберу жоқ. Сен сол жерде балабақшаға бересің, бітті. Алмай қойса әкесін танытасың. Міне заң соты құрған ел. Енді осындай жерде, ана өзінің Ресейінде жүріп, бұндай жақсылықты көрмеген орыс, Америкаға келіп, жаңағы бұдан басталатын, ныдан басталатын, зыдан басталатын, пыдан басталатын боқтықтарын боратып, ана елдің бәрі рахаттанып, музыка қойып, теңізде шомылып, рахаттанып жататын жерде, анда-санда құлағыңа сол қарғанып сіленіп отырған орыстың дауысы естіледі ғой. Ай, мына халықты Құдай жарылқап, мына халықты. Ай, сендер өз өмір бойы оңбадың, шешең жезөкші, әкең алқаш болды. Енді сендерді бір жәннатқа кіргізтіп, бір жақсылығымды берейінші десе бар ғой. Ай, бұлар жәннатқа кіріп апта. Жәннаттың өзінде мынау не бұл жерде отқа жоқ екен. Ай, міне жерде бір жаңағы Наташаны шақырсаң, бұл жәннатта жезөкші жоқ па немене? Сол жәннаттың өзінде Құдайды жаңағы пыдан бастап, ныдан бастап, зыдан бастап, жаңағы бұдан бастаған боқтығымен борат, Құдайдың өзін боқтыққа көміп тастайды ғой мыналар. Неге? Ана тобыр қауым әбден азған, екі аяқты хайуани деңгейге кетіп қалған. Сол халықты, ей, мынау қарғысымызды қойайық, мына сасық көкірек тәкаппарлықты қойайық, мынау жер шарындағы ең великий халық болу үшін боқтампаздықтан, сасық көкіректіктен, тәкаппарлықтан бірінші болсақ қана бірінші великий боламыз деген сөз жоқ дейтін бір есі дұрыс біреу шықпай отыр ғой. Міне. Сондықтан анау Ресейде Аппасияның көкесі болған Навальныйдың өзі, Путин ұстағанда жанымыз ашыңқырап қалғанмен, ол Есекбастың өзі Орта Азия, Қазақстан, ол жаңағы орыстың жері, оларды біз адам қылдық деп жатыр. Баяғыда сол Солженицин дейтін бір Есекбас бар болатын. Америка мен Еуропа оның коммунизмге қарсы шығармалар үшін ашық жазған жоқ. Ана шығармаларының ар жағындағы коммунизмге қарсы бір леп үшін соған Нобель әдебиет сыйлығын беріп қалды да, адасып беріп қалды.
адасқаннан берді. Шынайы оны жақсы көріп берген жоқ. Енді соншама Совет одағының ішінен енді біреу шығып әйтеу коммунизмге бір күдік келтіріп болса да айтып қалды ау деп соған беріп еді. Ол есек бас сол кезде Америкада қалғып жүр. Совет құлап жатыр. Совет құлап жатыр. Ол өзі Америкаға. Сол құлап жатқан Советте сол Америкада жүріп ол бейшара ана Ресейдің газеттеріне телефон соғып мақала жариялатты ғой. Қазақстаннан айырылмаңдар, Қазақстаннан айырылмаңдар. Ресейдің бүкіл жерінен айырылсаңдар да Қазақстаннан айырылмаңдар деді. Міне, соған мен сол Нобель әдебиет сыйлығын алған, Америка көрген, демократияның дәмін татқан, халықаралық биік жаңағы ортада жүрген сол Солженициннің өзі міне осындай есер соқ, міне осындай әділетсіз, зұлым, сасық көкірек, тәкаппар, лағнеті шайтанның бірге туған бауыры болатын. Мына адамдарды да сол тәкаппарлық өркөкіректі құртқандай, сол адамдардан құралатын қауымды да сол тәкаппарлық өркөкіректі құртады. Ал оған жаратушы өзінің шексіз ілімімен, шексіз білімімен, шексіз хикметімен ескертулер береді. Ал ол ескертулерді жүрегі ашық, көкірегі ашық, жүрегінде, көкірегінде илахи білімі бар, Алланың сәулесі түскен, Тәңірінің мейірімі түскен адамдар ғана оны сезеді. Ал фитрасы жабылған, бекітілген, ақиқаты жоқ, жанашырлық сезімі жоқ, зұлымдықты батырлық деп білетін, қырғынды ерлік деп санайтын бұндай тобырлық деңгейге түскен, кәдімгі зомбилық деңгейдегі қауымдар, олар оны сезінбейді, түсінбейді. Ақиреттің алдында Яжуж, Мәжуж қауымы шығады деп аталарымыз аңызда айтқандай, осы Яжуж, Мәжуж қауымы осы Орыс пен Қытайдың туысы болуы мүмкін. Орыс пен Қытайдың туысы болуы мүмкін. Бұлар шын мәнінде қазақ халқы үшін алғанда сол илахи ұғымдарда айтылатын Яжуж, Мәжуж қауымының дәл өзі. Яжуж, Мәжуж қауымы жер бетін жаулап, ең соңында біз Құдай болдық, Құдайдан күшті болдық деп аспанға қаратып жеп атады дейді. Сонда жаратушы олардың тәкаппарлықтары, менмендіктері аса түссін деп аспанға атқан жебесінің үшіне қан жағып жерге түсіреді. Сонда жерге түскен жебелер қан болып түскенде біз Құдайдың өзін атып тастадық деп Яжуж, Мәжуждердің тәкаппарлығы онан арман асып, кеуделері, сасық көкіректері онан арман асып тасады деп аталарымыз бала күнде аңыз айтатын. Міне сол аспанға жеп атқан, міне аспанға ракета. Ракетаның түрі қалай, жебенің түрі қалай. Міне аспанға атып отырған сол ракета, сол жебе. Енді қараңдар.